Ассалаумалейкум, құрметті ағайын. Бұл видео кошелек, ГНК кошелегін қалай қолдану. Өзіңіз тіркеліп кошелекті ашқаннан кейін пароліңізді енгізіп кошелекке кіретін болсаңыз, мынандай көрініс ашылады. Енді мынандай сандар болмайды шығар, өйткені сіз енді бастап жатырсыз, бірақ негізі түсіндіре кетейін. Мына бірінші кошелек көрінісі, кошелектің көрінісі. Мына жоғары жағында бұл блокчейн деген сөз. Яғни кошелегіңіз уже блокчейнға тіркелді, сол жерде істеп жатқан жұмыстың бәрі осы жерде көрінеді. Негізгі баланс сол блокчейнде. Мынау майнинг туралы ақпарат. Мына жерде USDT BEP20 дегеннің балансы көрініп тұрады. BNB мен Jayher деген тағы да бір не бар, криптовалюта, соның баланстары көрініп тұрады. Мынау бір жерде, мына жерден ғана, мынау емес, мынадан бір жерге жаңағы монетаны жіберу, мына жерге қабылдау адресі. Бұл жерге жіберетін болсаңыз, қандай да бір сол жіберетін адресіңізді енгізіңіз деп сұрайды. Мына жерді бассаңыз, сізге мына жерге түсетін, мына жоғары жаққа түсетін адресті көрсетеді. Мынау кран. Кран дегеніміз бұл тегін тәулігіне 2 рет 12 сағат сайын алып отыруға болады. Жай ғана мына кранды баса саласыз болды. Енді қазір интернетке байланысты, неге байланысты істейміз де. Мен қазір міне көрдіңіз бе, зачислено деп тұр. Оны мына жерде блокчейнді нететін болатын болсаңыз, мінекей, жаңа мен 0.01 монетаны алдым. Негізі сізге ашылатыны мынау майнинг туралы. Қанша сіз жаңағы майнингтен алдыңыз монета, мынау содан ұсталған комиссия, мынау вестинг дейді. Вестинг дегеніміз не? Негізгі майнингтің монеталары мына жерге түсіп отырады. Күнделіктісін күнде осы жерге түсіп отырады, бірақ та оны сіз ешқайда жіберіп, сатып алып, қосып нете алмайсыз, өйткені бұл сақтауда тұрады. Бірақ күнделіктісін күнде осының ішінен проценті, яғни пайызы, бір пайызы, мына астыға доступно к получению деп отырады. Соған түсіп отырады, күнделіктісін күнде көріп, мынанша маған жиналған екен, оны мына жоғарыға шығарам дейсіз де, мына собрать дегенді басасыз. Содан кейін максимальный дегенді басасыз. Содан кейін подтвердить дегенді басасыз. Міне, жаңағы астында көкпен жазылып тұрғаны, енді мына жерде жоқ, жоғарыға кетті. Келесі, мына астыдағы 5 кнопканы айта кетейін. Мына екінші кнопка бұл майнингті сатып алу. Майнингтің өзі 3 түрі бар. Біреуі доля дейді, әр долясы $120 тұрады. Екіншісі бұл мына ноданы толық сатып алуға болады. Толық сатып алсаңыз $12,000 тұрады. Және де бір күнге аренданы қосуға болады мына кнопка арқылы. Мына доляға келейік қайтадан. Жаңа мен айтып кеткен $12,000-дың $100 бөлген кезде әрқайсысы $120 болады. Мына жерде мына көк сызықпен көрсетіліп тұрады, қаншасы сатылған үстінде жазылып тұр. $100-ның 98 сатылған. Енді 100-100 болған кезде, 100-100 бол. Мынау купить долю өшіп қалады, бұл жерде ала алмайсыз. Мынау енді майнингке кетеді. Яғни сіз қазір мысалы 99-шы болып осы доляны алатын болатын болсаңыз, сразу майнинг қосылады да, сізге күнделіктісін күнде монета түсіп отырады. Оны қалай сатып аласыз? Купитқа басасыз. Мына жерде енді бұл прогноз, қанша аласыз, анау. Ең астыда міне перейти к оплатаға басасыз. Перейти к оплатаға басқан кезде сізге адрес береді. Міне, астыда тұр адрес. QR-мен де нетуге болады, енді негізі қолданатынымыз адрес қой. Міне 2-4 бұрышқа басып копировать етесіз де, өзіңіздің сыртта тұрған кошелегіңізге барып, содан осы адреске 120.1 не болмаса .15. 120.15 кішкене запаспен, өйткені проценті болады. Өзіңіздің жіберген кошелегіңіздің проценті болады. Сондықтан нақты мына жерге 120 түсу керек. Міне бұл ноданы қалай сатып аласыз. Енді сатып алып жаңағы нені жібергеннен кейін я оплатил деген кнопканы басасыз астында, содан кейін ол нодаңыз мына жерде тұрады. Ваши ноды деген жерден көре аласыз. Сразу о жерден көре алмайсыз, мына жерде ожидание дегенді басатын болатын болсаңыз, мына жерде процессе деп тұрады, сіздің жаңа сатып алған нодаңыз. Егерде майнинг қосылса, ол мына майнинг дегенде, мына екінші кнопкамен майнингті, міне менде қазір майнинг жүріп жатыр бір доля. Ал енді сол доляңыздың уақыты енді бір айға беріледі, ол жаңа аренда бір айдың ішінде біткеннен кейін мына завершенный. Менде мысалы 2 доля алған болатын, 2 доля өзінің жұмысын аяқтады.
мынау обмен енді қазір істейме істемей бәсе техработа болып тұр. Бұл жерден жаңағы жинаған монетаңыз тура осының ішінде USDT B20-қа айырбастап жаңағы сыртқа шығарып алуға болады. Яғни жинаған монетаңызды осы жерде сатып жіберуге болады, не болмаса тағы да алам десеңіз сатып алуға болады. Бұл жаңағы обмен. Мынау профиль, соңғы профиль дегенге басатын болатын болсаңыз, мына жерде міне жоғары жағында сіздің профиліңіз тұрады. Соның қасында міне 4 бұрышпен белгіленген бұл сіздің адресіңіз, ГНК. Жаңа ең басында көрсетіп кеттім ғой, блокчейннің жаңағы тұрған кошелегіңіз деп. Соның адресі. Егер де соған жаңағы не жіберем дейтін болсаңыз, монета кімде кім мысалы сізге адресті жібер деп жататын болатын болса, мына бірінші профильға басасыз, соның үстіндегі мына адресті копировать етіп, сол кісіге жібересіз. Мына жерде тіл таңдауы бар. Сіз бірінші кошелекті ашқан кезде ағылшын тілі тұруы мүмкін. Сондықтан сразу мына профильға өтіп, жаңағы мінекей профильдің қасында мына значокқа басып, тіл таңдап алыңыз. Мынау сіздің сілтемеңіз. Осы сілтемені тіркелісімен ешқандай ақша салып, майнинг сатып алып, мынау ештеңе қажеті жоқ. Тіркелісімен осы сілтемені жан-жаққа тарата берсеңіз, кімде кім сіздің сілтемеңіз бойынша тіркеліп, артынан майнинг жасай ма, не болмаса ол жерде түрлі жаңағы құралдар бар, соны қолданып, соған ақша төлеп жата ма, соның барлығынан сізге пайыз ретінде сыйақы төленіп отырады. Яғни жұмысты ешқандай ақша салмай бастай беруге болады. Мынау официальный канал дейді, телеграм каналға жазып қойыңыз, жаңалықтарды көріп отырасыз. Мынау поддержка. Поддержкаға енді өзіңіздің қандай да бір сұрақтарыңыз туындап жататын болатын болса, осыған бас қалып жаза беруге болады. Енді мынау реферальный программа дейді. Бұл тағы да екінші, бұл тура осы кошелек сияқты, бірақ ол бэк-офис деп айтады. Сол бэк-офистің ішінде, жаңа мен айтып кеттім ғой, мынау өзіңізді сілтемеңізді таратып, кімде кім соған тіркеліп, қандай да болатын іс-қимыл жасап жататын, сол бэк-офистің көріп отырасыз. Ол туралы мен мына видеоны созбай, бөлек видео, бэк-офис туралы бөлек видео жазамын. Сау саламатта болыңыздар, табысты, жемісті болыңыздар.